Харизма туралы сөйлесек, харизма қазақша аударсақ, сіздің қатты күлуіңіз, онша емес шуткалар айтуыңыз, әзілдер. Күлген кезде бір түрлі күлуіңіз, жаңағы қылықтарыңыз, біреу сөйлегенде кедергі жасауыңыз десең, деген сөз қолдануыңыз, соның бәрі сіздің харизмаңызға жатады. Егер сізде бұл туылғаннан біткен бір неуіңіз болса, сондай күлген кезде мысалы сіз өзгерте алмайсыз оны. Жаңағы мысалы өзгерте алмайтын зат көп қой сізде. Алланың берген заты, сіз оны өзгерте алмайсыз. Сіз солай күлесіз. Ол сіздің харизмаңыз болып саналады. Соны егер жасырсаңыз, күлуге ұяламын, естуге ұяламын деп жасырсаңыз, онда ол сіз өзіңіздің Алла берген қасиетіңізді жасырып жатырсыз. Сізге оны не просто так берді ғой. Сол себептен соны күліңіз, қатты күле аласыз ба, күліңіз. Cardi B деген әнші бар, сол күлу арқылы харизма шығарып алған. Сол сияқты харизма әртүрлі болады. Күлуде болады. Біреудің көз қарасында болуы мүмкін. Біреудің тағы несінде болуы мүмкін. Көп харизма, көп. Сізде де харизма бар, 100%. Қолдан.